Баршаңызға сәлем. Бүгін мен қарыннан ораманын жасаймын. Ол үшін бізге піскен қарын, пияз керек. Піскен қарынымызды осылай турап, ет тартқыштан өткізіп фарш жасап аламыз. Менде ет тартқыш емес, блендермен өткізіп алсаңыздар да болады. Пісіп тұрған қарын жұмсақ болады. Осылай өткізіп алдым, және пиязымды да өткізе салдым блендердан. Қатты майдаламай еспейсіздер. Енді пиязымыз бен қарынымызға тұздап, бұрыштап, фарш жасап, жақсылап араластырдым. Және де мен іш май қостым. Іш май қоспасаңыздар да болады, сұйық май қоссаңыздар болады. Бірақ іш маймен дәмді болады. Енді қамырымды жаямын. Мен қамырымды алдын ала илеп қойғам. Енді осы қамырымды жұқалап жаямын. Жайылған қамырымды 4-ке бөлемін. Төртке бөліп аламын. Және әрқайсына сұйық май жағып шығам. Бірінші біреуіне сұйық май жақтым. Осы видеодағыдай фаршымды салып, тұз жағып шығам фаршымды. Сосын осылай орап аламын. Барлығын осылай жасап аламын қамырымды. Менің видеома ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне 4-еуі. Алдын ала мантываркама су құйып қойғанмын. Енді осына листына салып пісіріп аламын жарты сағатқа. Ішінде қарын пісіп тұр, сол себепті жарты сағатқа қоямын. Біздің орама нанымыз пісті. Мен қасына приправа қостым. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Сіздермен болған Тоғжан. Ас болсын.